Сәлем баршаңызға. Кешкі асқа не жасарыңызды білмесеңіз, дәл осы тамақты жасауға сізге кеңес беремін. Өте жеңіл, дәмді, ресторанский тамақ десем артық айтпаған болармын. Міне дәл осы тамақты жасағыларыңыз келсе, менімен бірге видеоның соңына дейін қараңыздар. Кез келген ет түрін алып, майдалап осылай турап алатын боласыздар. Одан кейін қазаныңызды отқа қойып, қызғаннан кейін май құйып үстіне, майыңыз қызғаннан соң осылай етімізді салып, жақсылап қуыратын боламыз. Ет менде акарачка болмаса, ет қоссаңыз болады. Кез келген еттің түрі жарайды. Міне осылай жақсылап баяу отта қуырып алатын боламыз етімізді. Одан кейін пиязымызды алып, жақсылап оны да майдалап турап алатын боламыз. Жаңағы етіміздің үстіне пиязымызды салып, оны да әдемілеп қуырамыз. Міне менде сәбіз, бұрыш, чеснок барлығын бірге қазанымызға салып, оны да әдемілеп қуыратын боламыз. Менде мына жерде ашты бұрыш. Сіздер тәттісін қоссаңыздар да болады. Мен бұл жерде шамамен 3 адамға порция бұл. Міне картобымызды, тұзымызды салып, тағы да кішкене қуырамыз да, бетіне кез келген бұрыш, қара бұрыш, специй, томатымызды, неше түрлі дәмдеуіштеріңіз бар болса, қосқыңыз келсе қосып, осылай бетіне суымызды құятын боламыз. Су көп құюдың қажеті жоқ. 20 минутта дайын болады бұл салмасы. Міне, енді қазанымыз бетін жауып қайнатамыз. Қайнағаннан кейін бетін шамал ашып 15-20 минут картошкамыз бен етіміз піскенше қайнататын боламыз. Менде мына жерде уже дайын. Бетіне кукурузамызды салып, яғни банкадағы жүгерімізді салып, бір араластырып газдың астын басып, қазанымыздың крышкасын жауып қойып қоямыз. Жүгерін пісірудің қажеті жоқ. Гарнирге менде күріш бұқтырылған. Күрішті пісіру тәсілі: 1 пиала күріш, 1,5 пиала су, кішкене тұз қосасыз езілмес үшін. Одан кейін сұйық май 2 ас қасық. Солай пісіріп аласыз. Міне тамағымыз дайын. Бетіне осындай укроп сәндеу үшін зелендеріңіздің салып, осылай тамақты ұсынсаңыз болады. Керемет дәмді болып шығады. Түскі асқа, кешкі асқа осылай ұсынсаңыз болады жасап. Ас болсын дегім келеді. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қолдау көрсетіп отырыңыздар. Сіздермен бірге болған Ұлданай. Сау болыңыздар.